Л дыбысын айту үшін бірінші тілімізге артикуляциялық жаттығуларды жасаймыз. Бірінші жаттығу тілдің ұшын тістелеп шығарып, тістелеп кіргіземіз. Екінші жаттығу тілді оңға солға бұраймыз. Үшінші жаттығу бұл жерде биоэнергопластиканы қосамыз. Екі алақанымызды бір-біріне түйістіріп, екі ұртымызды ішке қарай сорамыз. Осылайша әр жаттығуды бірнеше минут бойы қайталап, одан кейін дыбысты қоюға көшеміз. Л дыбысын қою кезінде ең оңай техникалардың бірі, ең тиімді техникалардың бірі, жымиып тұрып, тіліміздің ұшын тістеп артқа қарай, дыбысын айтып тұрып, артқа қарай тартып қаламыз. Осылайша Л дыбысын қоямыз. Бірақ тілдің ерінге тимеуін қадағалаймыз.